Ораза кезеңіндегі бірінші жексенбі жайлы Франсис папаның уағызы. Құдай сөзінің күш құдіреті. Құрметті бауырластарым, қайырлы күн. Ораза кезеңіндегі осы бірінші жексенбінің ізгі хабары бізге Иса Мәсіхті шөл далада шайтанның немесе іблістің азғыруына ұшыраған күйінде көрсетеді. Матай жазған Інжіл 4:1-11. Ібліс сөзі грекше диаболос, бөлуші дегенді білдіреді. Ібліс әрдайым бөлінушілік тудырғысы келеді. Әрі Исаны азғыру арқылы дәл соны жүзеге асырмақ болады. Ендеше, ол Исаны кімнен бөлгісі келеді және оны қалай азғырады? Соған назар аударайық. Ібліс Исаны кімнен бөлгісі келеді? Иса Үрдін өзенінде жақиядан шомылдыру рәсімін қабылдағаннан кейін, Құдай әке оны «Бұл менің сүйікті ұлым» деп атады. Ал киелі рух Исаға көгершін бейнесінде қонды. Матай жазған Інжіл 3:17. Осылайша ізгі хабар бізге сүйіспеншілік пен біріккен үш қасиетті илахи тұлғаны таныстырады. Кейінірек Иса өзі әкемен арадағы бірлікке бізді де ортақ ету үшін дүниеге келгенін айтады. Ал ібліс керісінше әрекет етеді. Ол Исаны әкесінен бөліп, біз үшін арналған татуластыру миссиясынан тайдыру үшін алға шығады. Шайтан әрдайым басқаларды бөліп тастайды. Енді шайтанның қалай бөлуге тырысатынын көрейік. Шайтан Иса Мәсіхтің адами табиғатын пайдаланбақ болады. Иса 40 күн ораза ұстап, әлсіреген әрі аш еді. Әзәзіл шайтан еміз Исаның татуластыру миссиясын тоқтату үшін Исаға 3 күшті зәр егуді көздейді. Осы зәр тәуелділік, сенімсіздік және бейіл құмарлық. Алдымен заттарға, қажеттіліктерге деген тәуелділік зәрі. Сендірерлік уәждер арқылы шайтан Исаға: «Сен ашсың, неге ораза ұстайсың? Қажеттілігіңе құлақ ас, оны қанағаттандыр, бұған құқығың да билігің де бар, тастарды нанға айналдыр» деп азғырады. Шайтанның екінші зәрі сенімсіздік. «Әкең саған шынымен игілік қалайды ма?» деп сыбырлайды әзәзіл шайтан. Әкеңді сынап көр, әкеңді мәжбүрле, ғибадатхананың ең биік жерінен секір де, өз қалағаныңды істеуге әкеңді мәжбүр ет. Соңында билік құмарлық. Саған әкеңнің керегі не? Неге әкеңнің сыйларын күтесің? Дүниенің өлшемдерімен өмір сүр, бәріне өзің қол жеткіз, сонда құдіретті боласың. Міне, Исаға жасалған 3 азғыру. Бізде осы 3 азғыруды үнемі бастан өткереміз. Өкінішке қарай, бұл шындық. Заттарға тәуелділік, сенімсіздік және билікке құштарлық. Ібліс бізді Құдай әкеден ажырату үшін, әрі бір-бірімізді бауырлас деп сезінбеуіміз үшін жиі қолданатын қауіпті азғырулар. Шайтан бізді жалғыздық пен үмітсіздікке жеткізгісі келеді. Шайтанның мақсаты бізді үмітсіздікке түсіру ғой. Бірақ Иса азғыруларды жеңеді. Қалай жеңеді? Шайтанмен пікірталасқа түспей, Құдай сөзімен жауап беру арқылы іблісті жеңеді. Бұл өте маңызды. Шайтанмен таласпайды, шайтанмен сөйлесуге түспейді. Иса ібліске Құдай сөзімен қарсы тұрады. Еміз Иса киелі жазбадан 3 сөз келтіреді. Заттарға тәуелсіздік туралы. Заңды қайталау кітабы 8:3. Сенім туралы. Заңды қайталау кітабы 6:16. Және Құдайға қызмет ету туралы. Заңды қайталау кітабы 6:13. Яғни азғыруларға қарсы 3 сөз. Мәсіх Иса ешқашан шайтанмен келіссөз жүргізбейді. Онымен саудаласпайды.
қайта киелі жазбаның рақымды сөздерімен оны теріске шығарады. Бізге арналған ескерту деген осы: шайтанмен айтыспайық, шайтанмен келісім жасалмайық, сөйлесуге түспейік. Ібіліспен келіссөз арқылы жеңу мүмкін емес. Өйткені ол бізден күшті. Шайтанды сеніммен Құдай сөзіне сүйене отырып қана жеңуге болады. Иса бізге дәл осылай бөлуші ібілістің шабуылдарына қарсы Құдаймен және өзара бірлікті қорғауды үйретеді. Шайтанның азғыруларына Иса берген құдіретті жауап Құдай сөзі. Ендеше, өзімізден мынаны сұрайық: менің өмірімде Құдай сөзі қандай орын алады? Рухани күресте мен Құдай сөзіне жүгінемін бе? Егер менде қайталанатын бір күнә немесе азғыру болса, неге мүмкін біреудің көмегімен сол күнәға жауап беретін киелі жазба аятын таппасқа? Азғыру келгенде сол аятты айтып, сонымен дұға етіп, Мәсіхтің рақымына сенейін. Осыны байқап көрейік. Бұл бізге азғыруларда өте қатты көмектеседі. Өйткені ішімізде буырқанып жатқан түрлі дауыстардың арасында Құдай сөзінің рақымды үні естіледі. Құдай сөзін қабылдап, кішіпейділігімен әзәзіл шайтанның тәкаппарлығын жеңген Мәриям бізді оразадағы рухани күресте жетелей берсін. Аумин.